заправка деген осындай болып кетті. Енді арада ближайший полиция болып қойғанмен жерге оларды жақсы көріп тұр екен. Олар жинамаймын. Газ заправкаға кеп заправкаға қойайын десем, мына общем құймайды ғой. Сенде наклейка бар ма? Документің дұрыс па көрсет деп. Мен айтамын, сіз қалай тексересіз оны документті? Наклейкаң болу керек дейді артында газ деген. Ол болмаса газ құймаймын дейді. Масқара енді. Осы заправкада, Елтай, Қарасайский район, ЕРП заправканың жанында. Осының алдында Чимкентский талон деп сатып тұратын осы жерде. Енді газ осындай наклейка сататын болыпты. Наклейка алмасаң газ құймайды. Әйтеуір неше түр шығарасыздар әйтеуір. Қызық. Не шықса да әйтеуір бірінші осы жерден шығатын болды ғой. Сонымен істейміз енді, алдық. Болды, аламыз. Газ құйып беріңізде 500 теңгеге наклейканы сатып алдық. Міне осы наклейканы 500 теңгеге сатып алдық. Шымкентке баратырық қой енді деп. Жолда газ құймай қойып жүрер деп тағы да. Зәреміз үшіп қорқып сабалдық. Сөйтсек жолымыз тап-таза екен ғой жолдағы бәрі. Масқара енді. Не шықса да әйтеуір бірінші осы жақта болады бәрі. Сөйтіп газ құйдық, Чимкентский талон бітіп, енді осында наклейка сатып атыстыр ма десем күледі өзі. Нешедір адамдар бар, я. Қызық. ЕРП заправканың жанында. Елтай, Қарасайский район. Постоянно осы жерден газ құямыз, енді осындай неше түр қызықтар болып тұрады бұл жерде. Бірде ұрсып қаласын, бірде күліп әңгімелесіп кетесің. Осындай жақсы. Вот міне Алматыдан шықтық. Айтиде кетіп баратық. Сағат 6:30 болыпты ғой сағат. Айтиде кетіп баратырмыз. Айтидің поворотына келдік. Машина деген масқара көп. Машина деген көп, зуылдап жатыр машина. Қайда маргать етіп өліп бөлек деймін. Камера екен ғой, айфортқа тақпасам маргать етіп барады. Дұрыс қайда сақтандық. Үлгілі деген ауыл ма? Біраз болды бұл жақтың жолын жүрмей келді. Bir türlü bak, böyle durma bir türlü bak. Samsağa geldik be desem, olmasın. Yani tuman bastap gitti ama. Görünmüyor adam hocamsa. Tuman bu motor, tuman. Sarsı, жақсы көрінеді екен бе? Tuman басталып жатыр. Короче, мынау Авразиядан өттік, Авразиядан. Авразия ма, Евразия ма? Көрінбейді, короче. Тұман болып тұр ғой. Артымызда бір фура, бір газель кетіп жатыр. Артымызда тұр сондай фура, газель. Тұман деген ұрт тұр, короче, бүйтіп айтқанда. Тұмандатып келатыр ғой, тұмандатып. Чимкентке қарай ұрып баратырмыз.
осторожно обман деп келатырмыз. Короче, ойбай, арттағыларды байқайық, арттағыларды. Осторожно, ребята деп қойып. Ратса да жоқ, сөйтіп айтып қояды. Ребята, осторожно деп. Тумандатып келатырмыз. Короче, пробка. Алда бір машина тұрып қалған, пробка түсіріп бермей қалды. Колоннамен келатырмыз, колоннамен. Туман деген бар, короче. Камерадан күшті көрінетін сияқты. Туман деген мощный болды. Алдағы машина көрінбей қалды ғой. Туманда жүре алмай келатсақ, артымыздан марга кетіп келе жатыр ғой. Мынау ше, не деген айуан деймін да. Мынау фараларды айтсашы, көзге бар ғой, ұрып түседі ғой тура. Немене бәрі линза сабаған ба, ямай. Көзді ойып жібереді ғой тура. Туманда өзің жол көрмей келатсың, жолдың бәрін жапты ғой мынау. Встречный фараларды қараңдаршы. Линза қойдың бәрінде де, линза ма, лед па, көзді ойып жіберді ғой. Мына автобус Афғанға кетті енді міне. Шымкентский автобус. Екі өмірі бар ау деймін бұда. Екі жүрек, екі өмірі бар ау деймін. Жігіт базар жоқ екен автобус. Братан, у тебя 2 жизни, да, деймін бе? Ратса да жоқ айтады. Не, братан, сенде екі өмірің бар ма деп. Қанша адам кетіп баратыр ішінде, масқара. Өзіміз түк көрмей әрең келетсек, алдында бір фура прицеппен кетіп баратыр, паровоз аварикасын қосып алып жүре алмай кетіп баратыр ол да. Мынау автобус деген ұрып баратыр, қарашы. Қайда асығып баратқанын. Мә, на свет деген көзді ойды оны. Фуралардың бәрінде лед қойдым, міне линза ма, линза. Кетті ана автобус, кетті. Бля, базар жоқ, екі өмірі бар екен. Айда, газель, жо там көресің ба сенде? Жоқ, екі өмір емес деп қалды қойдым газель. Өмір сүргісі келеді екен, конечно. Афғанға шықпау керек қой, мынандай видимость аз болып тұр өзі де. Опасный жол болып тұр ғой. Опанай, платный дорога. Рахмет саған дейсің ғой. Қарасай, перевалды қарасай, перевал. Қордай перевал деп келатырмыз ғой. Платный жол не өп кеткен, платный жол ақша дұрыс түспей жатыр ма? Не өп кеткен, қотыр ғой. Шетте дальниларын сөндірмейді екен да. Деп қалды ғой машина, бітті. Деп келатыр ғой. Не могу деп. Падиумға қарай тартамай келатыр деп. Меркеге келдік, Меркі. Ақтаған Қазақ Дихан Меркіге келдік, Меркі. Қаласы Таразға 144 километр қалды. Содан кейін Тараздан тамақ ішіп жақсылап тұрып пельмен ішіп ап әрі қарай айдаймыз. Құдай қаласа. Меркені өтіп жатыр. Меркені Ақтоған дейді ғой, Ақтоған деген ауыл екен ғой. Ақтоған деген.
Құдай қаласа Таразға 144 километр деді ғой. 144 километрден кейін Таразға жетеміз. Гай ұстап мына жерде. Гай жұмыс істеп жатыр ғой. Бұл жерде 60-пен жүру керек, 60-пен. Газ, мұнай, газ дейді. Жақсы, бұл жерде пельмен болса, пельменді ішіп ап айдайтын әрі қарай. Құда қаласа, амандығын берсе. Рейске шықпағанымызға да біраз болып еді. Ұйқы келмей келе жатыр ғой. Ұйқы келмей келе жатыр да, ұйықтайын десем. Содан кейін ұйықтамай айдап келе жатырмыз. Гай жұмыс істеп жатыр ғой, Жамбылский область. 08. Ал Таразға келдік, Таразға енді келдік, Таразға. Парков бар екен ғой, парков. Стоянка. Мына жерде кафеден тамақ ішкеннен біздің қордағы жақсы дұрыс жер. Мына лобстың тұрып алған жерін қарасайшы. Жол үстінде. Отырар деп ішеді. Ой деймін, жазда келіп бір ұлақ жеген емес жерде. Бірдеңен басып кеткен ғой, бәрі қан ғой. Өтіп кеттік Тараздан. Шымкент транзит. Олда Тараздан да өттік ал. Құдай қаласа кішкене қалды, Шымкентке жетеміз. Тараздың авиазы. Пальмалар өсіп тұр. Перевалға көтеріле алмай келатырмыз ғой, бірмен бандық. Алдында китаец кетіп баратыр, Исузу. Олда солай жай жүріп баратыр. Басқа машиналардың бәрі зуылдап өтіп жатыр жанымыздан. Екеуміз көтеріле алмай кетіп баратыр перевалға. Өйстіп бұдан да өтеріміз қазір әйтеуір. Еңбектеп бұдан да өтеріміз. Шымкентке 50 километр қалды примерно. Жоғары қарай подъемға көтеріліп келатырмыз. Жер екенін білмеймін, жоғары қарай подъемға көтеріп келе жатырмыз. Автобустар айдап кетіп жатыр, жүрмей қалды. КамАЗ ұқсап, 40 тоннамен келе жатқандай тура жүрмей келе жатыр ғой.
екен мына жерлері Шымкентке келмегелі біраз болып еді. Мына жерде бірінші рет жүріп тұрмын. Торговый домдар бар екен. Неше түрлі. Жолдардың бәрін шындап сапат деген ғой. Дендропарк жағы екен ғой. Дендропарктан өтіп кеттік жаңа. Шымкентке де келдік. Шымкент көгеріп жатыр ғой. Яны бар. Шымкент көгеріп жатыр. Жел болып тұр, жел. Атақ күн жылы. Шымкенттен шыққаннан Қарабұлақта Райский сад деген столовыйға келдім. Кафе-ма 2 этажды екен да. Сыртынан әдемі. Ішінен қордаққа заказ бердім. Мынандай қордақ келді. Енді вообще шок болдым ғой мынандай қордақты көргенде ше. Ё-моё, 4 сүйек ішінде болды. 4 сүйек, 3 картошка. Капец, бағасы қанша болды деп ойлайсыңдар? Бір қордақ, бір ачучук, бір стакан жай.